Баршаңызға сәлем. Бүгінгі каналда қарастыратын контекст тапсырмамыздың аты ауа шары деп аталады. Ауа шарының көлемі 1000 метр куб. Ауа шары 1,2 км биіктікке көтерілді, содан кейін горизонталь 1,6 км жүрді. Биіктік әр 12 метрге көтерілгенде қысым 1 мм сынап бағанасына өзгереді. Қалыпты қысым 760 мм сынап бағанасы. 1,6 км арақашықтықты ол 500 секундта жүрді. Бізде ауаның тығыздығымен және гелийдің тығыздығы берілген екен. Олай болса, осы берілген контекст тапсырмасына байланысты 5 сұраққа жауап берейік. Бірінші сұрағымыз: горизонталь қозғалғандағы жылдамдығын тап дейді. Горизонталь бағытта қарап отырсаңыздар, контексттен көріп отқандай, ол 1,6 км қашықтықты 5 секундта жүріп өтті. Онда жылдамдықты тауып алу үшін ең қарапайым формуланы қолданамыз, яғни S бөлінген T. Осы жерде орын апарып қойсақ болады. 1,6 километріміз әрине ол 1600 метр болады. 1000-ға көбейткен кезіне, және бөлеміз 500 секундқа. Бөлген кезіне бізден шығатын мәніміз 3,2 метр секунд екен. Демек, горизонталь қозғалғандағы жылдамдығымыз осыған тең. Келесі, ауа шарын жүрген жолмен орын ауыстыруын тап дейді. Ең алдымен біз суретін сызсақ тіптен жақсы болар еді. Яғни қарап отырсаңыздар, ол 1,2 км биіктікке көтеріледі дейді. Мынау бізде 1,2 км. Бастапқы нүктесін біз А нүктесімен алайық. Және ол ары қарай көтерілмей, горизонталь бағытта тағы да 1,6 км-ді жүріп өтті. Демек те осы аяқталған нүктені біз Б деп алайық. Мына бөлік бізде орын ауыстыруға тең болады, АБ кесіндісі. Ал ол бізде гипотенузаға тең болып тұр. Демек, орын ауыстыруын табу үшін қазір бізге қажет болады. Жүрілген жолды табу әрине оңай. Жүрілген жолды біз L арқымен белгілейік. Жалпы, ол үшін біз 1,2 км биіктікті қосамыз горизонталь бағытта жүрілген жолына. Егерде метрге айналдыратын болсақ, ол 1200 метрді қосады екенбіз 1600 метрге. Сонда бізде шығатын мәніміз 2800 метр. Не осынша жолды ол жүрген екен. Ал енді орын ауыстыру табу үшін еске түсіреміз. Мына бізде тік бұрышты үшбұрыш пайда болды. Орын ауыстыру дегеніміз АБ гипотенузасына тең болғандықтан да, сондықтан да ол тең болады бізде екі катеттердің квадраттарын қосындысы түбір астында. 1200 метрдің квадратын қосады екенбіз 1600 метрдің квадратын қосындысына түбір астынан шығарған кезінде бізде шығатын мәніміз 2000 метр. Егерде километрмен берілгісе, әрине ол 2 километрге тең болады. Келесі сұрағымыз: жоғарыда көтерілген ауа шарының қысымы артады немесе кемейді дейді. Әрине біз білеміз, жоғары көтерілген сайын бізде қысым кемейді немесе азаяды деуге болады. Себебі жоғары көтерілген сайын ауаның тығыздығы азаяды. Сондықтан да бұндай жауапта сіздер кемейді дегенді белгілейсіздер. Келесі, төртінші сұрақ: жоғары көтерілгендегі қысымды тап дейді. Яғни ол қысымды табу үшін ең алдымен біз 7-ші сыныпта қандай формула қолданғанымызды еске түсірейік. Яғни көтерілу биіктігін табу үшін келесі формуланы қолданатын еді. Көтерілген кезіне қысым азаятын болғандықтан да бізде жер бетінде қысымыз қалыпты жағдайда атмосфералық қысым 760 мм сынап бағанасы жоғары болған P нөлевой минус көтерілген биіктікте қысымды P деп алайық. Көбейтеміз, осыны бізде 12 метрге есептің шартында беріліп тұр, және оны бөледі екенбіз 1 мм сынап бағанасына. Паскальмен берілген кезінде көбінде 10 метр сайын 112 немесе 111 паскальға өзгеретін еді. Енді осы формула арқылы біз оп-оңай тауып алуымызға болады екен. Енді көтерілген биіктігі бізде 1,2 км биіктік, демек H белгілі. Осыдан біз P-ны тауып алуымыз қажет. Қалай табамыз? Ол үшін бізде H көбейту 1 мм сынап бағанасы, мен біртіндеп сіздерге көрсетейін деп жатырмын, тең мына жақта P нөлевой минус P жақшаның сыртында 12 метр. Ал енді осыдан P-ны табайық. Яғни P-ны тапқан кезінде формуламыз келесі түрде болады. P нөлевой
минус h көбейтілген 1 мм сынап бағанасы және бөледі екенбіз 12 метрге. Орын апарып қояйық. Яғни бізде P тең болып тұр. 760 мм сынап бағанасы осымен қалдыра берсек те болады. Немесе соңында ауыстыра саламыз. Еш қиындығы жоқ. Минус 1,2 километріміз ол дегеніміз 1200 метр. 1200 метр. Көбейтеміз 1 мм сынап бағанасы. Және бөледі екенбіз қаншаға? 12 метрге. Метр мен метр қысқарады, демек те миллиметр сынап бағанасы сақталады. 1200-ді 12-ке бөлгенде бізде 100 болады, 100 миллиметр сынап бағанасы. 760-тан алып тастаған кезінде P бізде 660 миллиметр сынап бағанасы шығады. Демек те жоғары көтерілген кезінде 1200 метр биіктікке қысымымыз сәйкесінше 660 миллиметр сынап бағанасына тең болды. Міне осы жауапты белгілейміз. Ал егер де бұндай жауапты жоқ болатын болса, яғни паскальға ауыстыратын болса, 1 мм сынап бағанасында 133,3 паскаль бар екендігін еске түсіретін болса, 660 көбейту 133,3 ол тең болады екен 87,978 паскаль. Немесе кейін жоқтауға да болады. Жалпы 5 жауапты көрмегендіктен, оны мен айтамайым. Қазір таңда енді 4 жауап қой, сондықтан да өздеріңіз сәйкесінше табасыздар. Жоқтап алуға да болады 88 килопаскаль деп. Соңғы сұрағымыз ауа шарының жабдықтары мен салмағы 500 ньютон. Шардың көтеруші күшін тап дейді. Яғни көтеруші күшті табу үшін еске түсірейік. Әуе шары жоғары қарай көтерілу үшін бізде Архимед күшінің мәні шамасы жоғары болу керек. FA жоғары қарай әсер ететін күш, әрине ол бізде қандай болып тұр екен? Ауырлық күші. Ол бізде mg. Енді көтеруші күш екеуінің айырмасына пайда болады. Яғни оны FK деп белгілейтін болсақ, ол F Архимед азайтылған mg болады. Ал әуе шарында Архимед күшінің формуласы ауадағы. Еске түсірейік, ол ρ ауа азайтылған ρ газ еді. Біздің жағдайда ол гелийға тең болып тұр. ρ гелий. Жақшаны жабамыз. Жақшаны сыртында бізде G көбейтілген V болатын еді. Енді осы формуланы барлығын апарып қоятын болсақ, FK тең болады бізде. Орын апарған кезінде ρ ауа минус ρ гелий көбейтеміз G көбейтілген V минус mg. Біздің жағдайда mg дегеніміз жалпы есептің шартына қарап отырсаңыздар, мына 500 ньютонға тең болып тұр. Жабдықтармен алғандағы қоса салмағы. Осыдан апарып қойған кезінде бізде не болады екен? Яғни ауаның тығыздығы бізде 1,29 кг метр куб минус 0,118 кг бөлінген метр куб. Жақшаны жабамыз, ол бізде G-ді бұл жерде 10 деп алсақ болады. Және 10 екі өлшем бірлігі бар еді, сондықтан да метр секунд квадрат немесе ньютон бөлінген килограмм. Мен ньютон бөлінген килограммды алам, және көбейтеді екен 1000 метр кубқа. Азайтылған mg жалпысы бізде 500 ньютон деп аламыз. Сонда бізде шығатын мәні қандай болады екен? Мына бөліктен бізде ньютон шығады екен. Ол FK біріншін көбейткен кезінде барлығы 11100 ньютон шықты. Азайтамыз 500 ньютонға. Сонда бізде шығатыны 10600 ньютон. Міне осы жауапты белгілейсіздер. Немесе килоньютонмен алатын болса, ол әрине қаншаға тең болады екен? 10,16 килоньютон. Міне осымен ауа шары деп аталатын контекст тапсырмасын талқылау аяқталды. Егер видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.